Артық салмақ пен бедеуліктің байланысы неде? Біріншіден, ол гормональды дисбалансқа алып келуі мүмкін. Себебі артық салмақ майға жиналғаннан кейін онда эстроген гормонының көбеюі болады. Одан бөлек овуляцияның дұрыс емес болуы, яғни барлық айда овуляцияның болу жиілігі төмендеуі мүмкін, және эндометрийдің эмбрионды қабылдап алу қабілеттілігі төмендеуі мүмкін. Ал эко бағдарламасына келетін болсақ, аналық ұрық сапасының төмендеуінен эмбриондардың пайда болу жиілігі төмендеп, эндометрий рецептивтігі, яғни имплантацияның болу мүмкіндігі де төмендейді. Бұл тек қана әйелдерге ғана қатысты емес, сонымен қатар ер адамдарға да қатысты. Себебі ер адамдарда тестостерон төмендеп, сперматозоидтардың сапасы төмен болуы мүмкін. Егер сізде артық салмақ болса, не істеуге болады? Біріншіден, дұрыс тамақтану. Егер дұрыс тамақтану көмектеспесе, эндокринолог дәрігерге немесе диетолог дәрігерге қаралып, өздеріңізге қажетті ритммен плюс фитнесті қосу, қозғалысты қосу мүмкіндіктерін алып, артық салмақтан арылған дұрыс.